Almağaçtın gülündü ay, tegemеттің gülündü ay. Қайдасыңдар? Кім бар мұнда? Ақшеңге сәлем бердік. Тағы не болып қалды? Ауылға жасауыттар келе жатыр. Олар тегінен жүрмейді ғой. Нешін келе жатыр екен? Өткендегі Кореясының былығы болмаса жарар еді. Сабыр сақтап, салаға шайық жүр. Байтұрсынды шақырыңдар. Отағасы, сізді шақырып жатыр. Байтұрсын Шошағұлы, сіз начальник Яковлевті соққыға жыққаныңыз үшін патшаның үкімімен тұтқындауға келдік. Итшекеңге кете ме? Тұтқында құп болады. Әке, қайда барасыз? Қой шырағым, балам жылама. Балам қандай қиындық көрсең де, аш болсаң да, қорлық көрсең де оқы. Шешеңнің қасында маған хат жазатын сен, балам. Әкелік өсетім осы. Жарайды, әке. Оқимын. Өтімді ақтайын, әке. Түсіне қарап, ішінен түңілмең. Күшіне қарап, ісінен түңілмең. Ызыңдап ұшқан мынау біздің маса. Сап-сары аяқтары ұзын маса. Сәлеметсіз. Сәлеметсіздер. Ахмет аға, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, әссәләм, шәкірттерім, қалайсыңдар? Амансыз. Бәлесапа орындық. Әне, төлетіңдер. Ахмет аға, түн баласы көшірмін алмағансыз ба деймін. Аңғармайда қалыппын, күнде шығып қалыпты. Әне, жайғасыңдар. Оқу жағы қалай? Ахмет аға, Петербург қаласындағы 40 мысал деген атпен жарық көрген алғашқы кітабыңыз. Орыс мысалшысы Иван Крыловтан аударылғанына куә болдым. Шеберлік те осындайды. Крыловты қазақша сөйлеткісіз ғой. Ұстаз, қазақ газетіне шыққан қазақтың бас ақын мақалаңызға тәнті болдым. Мұндай ғылыми зерттеу бұрын соңды қазақ әдебиетінде болмаған екен. Абай атамызға баға беріп, ұлын ұлықтағаныңыз, бізге үлкен даңғыл жол сарып бергендіңіз. Кейінгі толқын інілер, алдыңғы толқын ағаларға қарап бой түзеген деп білемін. Шәкірттерім, әкем марқұм оқыды өсиет қалдырып еді. Халқының надандықтан көзін ашатын, тәуелсіздікке жетудің ең алғашқы қаруы білім екенін әуел бастан аңғарып еді. Шіркін, халқым мұны аңғарса ғой. Ахмет Байтұрсынович, сіз Алаш ордасын құрып, Совет үкіметінің адал большевиктерінің арасына ірткі салып, халықты жолдан тайдырып, жаңа үкіметті құлатпақ ниетте екенсіз. Сіз халық жаусыз, тұтқындаласыз. Қайда барасыңдар? О дүниеге. Суда қайық мініп еспесі жоқ, теңізде жүрміз қалқып, кешпесі жоқ. Жел соқса, құйын қуса, жылжи беру. Болатында табан тіреу, еш нәрсе жоқ. Ұстаз! Сізді ақтап алам, ұстаз! Қарағым, дұға көйім, қамқорам. Арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақта. Көруге жазғай еді хатта қалам. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отырып алам. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбым жоқ. Өкімет өр зорлыққа не бар шара. Ахмет Байтұрсынович, сізге түрмеде қағаз қалам ұстауға рұқсат жоқ. Жолдас, тез арада Ахметтің халқының көзін ашпақ болған шымайсыздықтарын отқа жақын. Ол халқына жерменде тарап. Байтұрсынов, тұр орнына. Қолыңды артқа ұста, оңға бұрыл. Жүр. Кімге келдің? Байтұрсыновқа. Байтұрсынов? Байтұрсынов де. Тізімін жаздыңдар ма? Рұқсаты бар аға. Кәне, ұзат бер. Бұл тізімді кім жазды? Мен. Хаттан еткенсің ғой.
Ананы кім пісірген екен? Ұнады ма, біз сізгін айтын білмеді, айып менен. Тоқта. Сендерге 10 минут уақыт беріледі. Қой, жылама. Қалай, үй іштері қалай? Апамдар қалай? Бәрі аман сау. Арысым ау, бетіңізге не болған? Тістеріңіз қайда? Деніңіздің сау-тамдығы жоқ қой. Басым. Етім етілсе де, миым езілмегенде тәубе. Тісім қағылса да, тілім кесілмегенде тәубе. Қабырғам сынса да, қабағым жарылмағанына тәубе. Тәубе. Арысым ау, сіз аман болыңыз. Сіздің саулығыңыз халқымыздың саулығы. Сіз білім бұлағын мұхитқа айналдырып, жаныңызды пида етудесіз. Шіркін, өткен күндер есіме түседі. Отбасында арқа-жарқа болып отырушы едік. Шәкірттеріңіз Міржақып, Мағжан Жүсіпбекпенен өзіңіздің қош шерен әнін бірге шырқаушы еді. Кейде өзім отырғанда құлағыма ереді, бірақ зарлабем болады. Сіз менің күндерім тозақ болуда. Арысым ау, бір жеті болды. Міржақыпты алып кеткелі. Міржақыпты да алып кетті де, оларда ешқандай аяушылық жоқ. Таза зұлымдар. Бірақ біз оның қай түрмеде екенін де білмейміз. Әттең, тағы да бір шамшырақ сөне ме деп қорқам. Уақыт бітті. Арысым ау. Тұр. Ахмет Байтұрсынов, Совет үкіметінің жоғарғы сотының 1937 жылға 8-90-дағы үкімімен атылу жазасына кесілсін. Тән көмілер, көмілмес еткен ісім. Ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын. Ел бүгіншіл менікі ертеңгі үшін.